кездерде оқу білім алдыңыздар. Сол кездерде қазіргі кездегідей технологиялар дамымаса да, сол уақыттарда болған әрбір білімнің арқасында осындай деңгейге жетіп отыр екенсіздер. Біз де сіздердің жолдарыңызды қуып, үлкен бір шыңдарға жеткіміз келеді. Мысалы үшін қазіргі таңда бізде химия, физика, биология сынды кабинеттерімізде арнайы жабдықтар бар. Алайда олардың өзі әлі күнге дейін жеткіліксіз. Себебі қазіргі таңда өздеріңізге белгілі, елбасымыздың рухани жаңғыру атты өзіндік мақаласында біз робототехниканы дамытуымыздың керек екендігі айтылған. Ал біз робототехниканы дамыту үшін практика мен теорияны теңдей ұштастыра білуіміз керек. Сол себептен біз практиканы болашақта дамыту үшін осындай жаңа технологияларды болғанын қалаймыз. Ол бізге өте қажет, және сол үшін сіздердің үлкен осындай көмек қолын созып отырғандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар біздің болашаққа қойған өз мақсаттарымыз, жоспарларымыз бар. Мысалы үшін болашақта мен қазір 10 сынып оқып жүрсем, келесі жылға 1 жыл ғана дайындау қалды. Осы 1 жыл дайындықтан кейін мен де осы мектепті түлеп ұшамын, және аға буын өкілдері сіздерден үлгі алып, біз болашақты өз қолымызда жарқын етіп, кемелетіп ұстамақпыз. Және де осы 11 сыныпты аяқтап түлеп болып ұшып кеткеннен кейініректе біз өз мектебімізді ұмытпай, дәл сіздердің салған дара жолдарыңызды жалғастырмақ ниеттеміз. Сонымен қатар жаңа келіп отырған, мысалы, мен бүгін өте қуаныштымын, себебі бүгін мен болашақ шәкіртімді, болашақ ұстазымды көргенде сезіндім. Мысалы үшін Еуразия университетінің профессоры ағамыз келіп отыр екен. Мен ол кісіге айтып келетіні, ол кісіге үлкен алғысымды білдіремін. Сонымен қатар болашақта мен осы мектепті тамамдап, сіздің шәкіртіңіз болғым келеді. Осыны арман етемін. Сіздің салған дара жолдарыңызды біздер жалғап, жас ұрпақ елбасымыз айтқандай, болашақ біздің қолымызда. Біз Қазақстанды әлемдік аренада ең үздік мемлекеттер қатарына қосамыз, және сол үшін әрқашанда тынбай еңбек ететін боламыз. Сондықтан да сіздерге айтқымыз келетіні,